الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Мінекей жастар телеарнасында қасиетті жұма күні үлкен бір қуанышты жағдай болайын деп тұр. Бұдан 30 жыл бұрын, яғни 90-шы жылдары еліміз егемендік алған сәтте біздің Рахат телеарнасында тұңғыш рет жұмадағы жүздесу бағдарламасын, нұрнама бағдарламасын бастаған едік. 22 жылдан кейін өкінішке орай ол бағдарлама өз жұмысын тоқтатқан. Одан әрі қарай бір есік жабылса бір есік ашылады дейді. Біз YouTube арнасында осы бағдарламаны жалғастырдық. Әр нәрсе ниетке қарай дейді ғой. Сенім сеңгір тауды қопарар деген. Мінекей біздің ниетімізді қабыл етіп, Аллах Тағала бүгінгі күні қасиетті жұмада біздің қайтадан көрермендерімізге жүздесуге жол ашты. Барлық мақтау бір Аллаға тән. Ал енді хабарымыздың алғашқы беташарын жұмадағы жүздесу бағдарламасына өзіміздің елімізде, өз жерімізде Нұр Мүбарак университетін тамамдаған және бүгінде 10 жылдан артта орталық мешітте наиб имам болып қызмет етіп келе жатқан магистр Ермек Қажы Көкірекбаев, Алматы қалалық орталық мешітінің наиб имамы біздің студиямызда қонақта. Ал енді қазақ атам қашанда қасиетті жұма күні өте қадірлеген, таңертең ерте тұрып ет шелпегін пісіріп, онан кейін әруақтарға Құран бағыштаған. Ал енді Ермек, жас болсаңыз да осы салт дәстүрді сізде ұстанады деп ойлаймын. Өзіңіздің бір тілегіңізді айтып, ары қарай Құранмен бастауға қалай қарайсыз? Ассаламуалейкум, ардақты, қадірлі, құрметті отандастар және мұхтарам мұсылман бауырлар. Сіздерді бүгінгі келіп жеткен қасиетті, қазір айда тұрмыз, бұл қасиетті Құранда келген Раджаб Ереже айы, соның ішінде бүгін күн қасиетті жұма. Күндердің бұл сұлтаны. Алла Тағала осы күні адамды жаратқан. Алла Тағалаға біз шүкіршілік ретінде бүкіл осы қаладағы барша мұсылмандар көпшілігі мешітке келіп, Аллаға сиынып, дұға, тілектер айтып жатыр. Сондықтан бүгінгі мешіттердегі барша тіленген тілектер, оқылған Құрандар, дұғалар Алла Тағаланың алдында әжір сауаптан жазып қабыл болсын. Енді біз осы жастар телеарнасының ашылуымен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Алла Тағала ұзағынан қылсын, себебі біздің елге бұл жастар каналы, жастарды дұрыс бағыт бағдармен, дұрыс тәрбие көрсететін өте қажет. Сондықтан Алла Тағала ұзағынан қылып осындағы ұжымға сіздерге Алла күш берсін, қуат берсін, шаршамаңыздар. Ел үшін, отан үшін, мемлекетіміз үшін, оның ішіндегі атадан қалған асыл дініміз үшін жасалған әрбір іс, мен ойлаймын, үлкен Алла Тағаланың алдында сауап болып жазылады деп. Ендеше әуелі сөздің басы бисмилля дейді қазақ, бисмиллясыз іс қылма дейді. Бұл қазақ айтады ғой, Алладан келген бізге Құранымыз, Құран біздің мәңгілік ұранымыз. Құран менен сүннетке бойсынса, жәннат болмақ ақырғы тұрағымыз деген екен бабалар. Ендеше ақырғы тұрағымыз иншалла Алла Тағала жәннаттан қылсын деп. Қасиетті Құранда Құдай айтады: "Астаизу билля ва иза қуриял Құрану фастамиу". Яғни қашан Алла Тағаланың сөзі, қасиетті Құран оқылса, онда құлақ асып, құрмет көрсетіп тыңдаңыздар. Алла Тағаланың мархаметіне, Алланың рахымына, берекетіне бөленіңіздер дейді. Ендеше мен бір Құран оқып, Аллаға дұға қылып, бір иншалла сиынып бастайық. Алла Тағала жақсылығынан қылсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ilaha amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Я жарылқаушы, жаратушы, бүкіл әлемді жоқтан бар ғып жаратқан, жасаған, рахымды Алла, саған сиынып бүгінгі қасиетті жұмада елдің амандығын, отбасымыздың, отанымыздың тыныштығын тілеп, саған сиынып отырмыз. Жалынып, жалбарынып жасаған мінәжаттарымызды, дұғаларымызды қабыл ете көр. Я Алла тағала, өмірден озған марқұмдарымызға рахымыңды төге көр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кісілерге шапағатын нәсіп етсін. Алла тағала осы оққан қасиетті Құранға сай, иманды да ибалы, білімді де білікті, тәлімді тәрбиелі, қайымды парасатты, дұрыс ғұмыр кешуге бізге, біздің отанымызға, баршамызға Алла нәсіп етсін. Аумин. Аллаху акбар. Алла қабыл етсін. Қасиетті жұмада, осындай телеарнада өзіміздің жерімізде, ана тілімізде дұға қылып, Аллаға құлшылық қылып, жастар үшін тілек тілеп жатсыз, Алла разы болсын дейміз. Ал енді құрметті көрермендер, қазіргі сәтте біздің бағдарлама тұңғыш рет өтіп жатқандықтан тікелей эфир болып жатыр. Көптеген көрермендер жаңадан қосылып жатса, біздің байланыс телефонымыз экранда тұр: 8708 388 0534. 8708-388-0534. Осы телефонға хабарлассаңыздар, қазір біздің орталық мешіттен келіп отырған наиб имам, магистр Нұр-Мүбарак университетінің түлегі Ермек қажы Көкірекбаев сіздердің сұрақтарыңызға нақты дәлелмен жауап береді. Ал енді көрермендеріміздің сұрақтары келіп түсіп жатса, Алла қаласа, біз жауап беруге әзірміз. Оған дейін біздің бүгінгі негізгі тақырыбымыз жастар арнасы болғасын, жастар және ислам деген тақырыпта өзіңіз қандай бір пікір қозғайсыз жалпы қазіргі сәтте? Енді біз әуелі қасиетті үлкен ғылым, Алла тағаладан түскен ұлы пәрмен, ол Құран. Құранда Құдай айтады: Алла тағала адамды әлсіз күйде жаратты дейді. Одан кейін оған жаңағы жас беріп, ерекше бір күш берді дейді. Одан кейін біраз уақыт өткеннен олар сендердің жаңа күштеріңді алып, әлсіретіп, қартайтамыз дейді. Осы жерде жастарға Алла тағала ерекше тоқталады. Шындығында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: маған жастар көп көмектесті дейді. Жастар көбінде жас сахабаларға бағыт бағдар беріп, сол пайғамбарымыздың мешітінен мен мықтымын, жаңағы мен мұндалаған мықты үлкен заңғар ислам тарихында аты алтын әріппен қалған мықты тұлғалар шықты. Соның бірі Әбу Бәкір, Омар, Осман, Әли сынды әз сахабалар. Ол кісілер жәннатпен сүйіншіленген адамдар. Мысалы, сол кісілердің өмірін алып қарасақ, көбі жастайынан осы имандылықты ту етіп, қоғамға Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам үмбетіне көп пайда келтірген асыл адамдар. Соның ішінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: сендер жас кездеріңді, яғни қалай өткізсеңдер, ертең қияметте соған жауап береді. Адам баласының адымы бір не алдыға, не бір артқа жылжымайды. Жастық шағыңызды қалай өткіздіңіз, ақшаны қалай таптыңыз, қалай жұмсадыңыз, бұның барлығына Алланың алдында біз үшін үлкен сұрақ бар. Сондықтан біз қазір осы еліміздегі жастарымызға айтарымыз, көбінде жастық шақты күнәменен былғап алмай, Алладан қорқып, тақуалықпенен атадан қалған асыл жолды біліп, танып, қазақтың тәлімін, тәрбиесін бойға сіңіріп, дәстүрмен, салтпен, имандылықпен біз өсіп өнетін болсақ, инша Алла біздің Алла Расулымыз әлі алда. Сондықтан қазақ айтады: жас кезде нан соғар болсаң, қартайғанда сан соғасың дейді, өкініп. Сондықтан Алла субханала тағала біздерге осындай бір керемет, бойымызға күш, қуат, қажыр, қайрат берген осындай керемет жастық шақта мен қоғамға не бере аламын? Қайтсем мен пайдамды келтірем. Сұлтан Махмұд Торайғұров 13 пара, яғни Құранның почти жарты бөлігін жаттаған үлкен біздің ғұлама ғалым атамыз айтады: қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, күн болмағанда кім болам деп, бар жоғы соны 13-14 жасында мәселен. Яғни ол кісі
қазақтың қай қайсы, мысалы Мағжан Жұмабаевты мен жастарға сенемін, оларда жаңағы қажу бар ма, қайрат бар ма, оларда күш қайрат көп, сондай жастар қазақтың болашағы, олар ертең қазаққа көп пайда келеді деп кешегі Мұстафа Шоқай, кешегі Әлихан Әлкей Марғұландар, кешегі Абайлар, Шәкәрімдер барлығы осы қазақ жастарынан көп үлкен үміт күтіп, осыларға жаңағы демеу беріп, көптеген кітаптар жазып, жаңағы жыр шумақтарын, өлеңдерін қасиетті Құран менен, қасиетті пайғамбар Мұхаммад Мұстафа ﷺ хадисімен жаңағы сабақтастырып отырып, әдемі бізге жеткізіп кетті. Сондықтан біз сол аталарымыздың жолын мақтап ұстанып, оқып, біліп, үйреніп, сол тәлімді тәрбиені бойға сіңіріп, арақ ішпейтін, темекі тартпайтын, зина қылмайтын, өтірік айтпайтын, пара алмайтын, пара бермейтін, Құдайдан қорқатын сондай керемет жастарды өсіріп, өндіріп тәрбиелесек, иншалла біздің мемлекетімізде яғни қуанатын жағдай әлі де көп болатынына сенеміз. Сондықтан мен ойлаймын, қазір бізде ел басқарып жүрген талай асыл азаматтар, Алла разы болсын, осы қазақ жастарын қазір мысалы болашақпен оқытып жатыр. Одан қалса елімізде қанша институттар, университеттер, мысалы бізге қанша тегін грант, магистрлар, PhD докторант беріп, осы қазақтың тыныштығын, ауызбіршілігін, ынтымағын сақтай отырып, біз қазақ көбеюіміз керек және білім ғылымды арттыру керек. Соның ішінде қазақы тәрбиені көп бойға сіңіру керек. Сонда имандылық, иман күшті болған кезде біз ол әке шеше ауылда болса да, қайда жүрсек те, біз жаңағы Құдайдан қорқып, анау болмайды. Қазір өз баласын үш ауыз сөзбен тәрбиелеген, ұят болады, обал болады, ананы жасама деген сияқты жаңағы жексұрын болма, сауап болады, обал болады, ұят болады деген сөздермен біздерді мысалы өсіріп өндірген. Сондықтан мен ойлаймын, біздің қазір қазақ жастары, Аллаға шүкір, басым көпшілігі қазір бұрынғыдай жаңағы жеңіл жүрісі жоқ, ыртың жыртың жоқ. Мен мысалы мешітте осы көбінде жастарға көп кездесулер сондай ұйымдастырамыз, уағыз насихатпен. Сонда қарасақ, сол жастардың көпшілігі кәдімгідей имандылыққа, ғылымға, білімге, бизнеске, ақша табуға, бала шаға бағуға, әке шешеге, ағайын туысқа, көрші қолаңға кәдімгі пайдасы тиіп көмектесуге ұмытылып тұратын, көзінде оты бар жастарды көрген кезде кәдімгідей қуанамыз. Бізді мына араб елінен, түрік елінен келіп оқытқан ұстаздар осы мысалы мешіттегі жамағаттың 80-90% жастар деп бастарын шайқап қуанып, біздің жастар қазір бүйтіп көп мешітке келмейді, біздікілер кішкене европалықтарға сәл неғып еліктеп жүр, сендерде жастар көп екен, бұл қазақтың болашағы бар деп кәдімгідей қуанып, сондай жақсы пікірлерін айтып кеткен кісілерді, қонақ болып келген сондай азаматтарды көрді. Сондықтан біздің қазақтың жастарын қазір осындай мына жастар телеарнасы ашылып, одан да басқа да қазір көптеген қазақи біздің ұлттық нақышта біздің ұлтымыздың ұлылығын, қазақылығымызды дәріптейтін, дәстүрімізді дәріптеп, осы салтымызды айтады, сақтан қалған салтың бар, ғұннан қалған ғұрпың бар. Осындай ата дәстүрін жаңартпай, ата тәрбиесіне қайтып оралмай, мысалы біз араға қанша жыл, 30 жыл салып қайтадан осылардың бәрін қайтадан жандандырып, осы дұрыс бағытпен осылай кетпесек, біз өзімізге өзіміз жанымыз ашымаса, кім бізге жан ашиды? Сондықтан ол, конечно, имансыздар баласын туып көшеге тастайды, арақ ішетін, темекі тартатын, ата-анасын қарттар үйіне тастайтын, сондай кейбір шатасып, қателесіп кететіндер, енді үлкен қоғам болғаннан кейін ондайлар болады. Бірақ соларды біз мынау дұрыс емес. Жаңағы қазақ еш уақытта жетімханасы болмаған, соты болмаған, қазақ тіпті малын қарып қорасы болмаған мәселен. Кәдімгі ұлан ғайыр кең байтақ алып даланы бабалар бізге аманат қылып қалдырды. Несімен? Адалдығымен, тектілігімен. Мысалы, қонақ үй деген болмаған мәселен. Кез келген үйге құдай қонақ күнде кіріп барса, ой деп кәдімгідей қарсы алып, сондай немен шығарып салатын керемет енді қазақтың бойына біткен сондай жақсы нәрселер болған. Сондықтан Алла нәсіп етсе, мына бүгінгі ашып жатқан каналдарыңыз, бүгінгі тікелей эфирлеріңіз бақытты болсын, берекелі болсын. Иншалла біз ойлаймыз, болашақта асыл арна сияқты үлкен, мықты қазаққа пайдасы беретін арна болсын. Себебі
бізде қазір ермек қажы байланыс телефоны алғашқы сұрақ, алғашқы бағдарлама. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Айта беріңіз сұрағыңызды, естіліп тұр. Қуаныштымыз сіздің хабарласқаныңызға. Сондықтан техникалық себептерге байланысты кейде естілмей жатады, кейде естіліп жатады. Біраз уақыттан кейін осы сұрақты қайтадан қояды деген ниеттеміз. Біздің байланыс номеріміз 8708 388 0534. 8708 388 0534 телефонына хабарлассаңыздар, қасиетті жұмада жаңадан ашылған арнада өздеріңіздің бойларыңызда сақтап жүрген ойларыңызда пікірлеріңіз болса, келіп отырған Ермек қажы орталық мешітінің наиб имамы сіздерге толық жауап береді. Ал енді Ермек қажы сұрақтар келіп түскенше біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ал қазіргі сәтте осы орталық мешітте жастармен жұмыс жасау, жаңа шет жағын айтып кеттіңіз ғой, қалай жолға қойылған, мысалы әйелдер арасында, қыздар немесе ерлер арасында жалпы білім беру, қанша медресе бар дегендей осы қаланың өзінде. Біздің Қара Шаңырақ Қазақстан мұсылмандар діни басқармамыздың төрағасы бас муфти осы жақында сайланған Наурызбай қажы Тағанұлы Хазіретіміз осы жастармен жұмыс жасауды бізге өте кәдімгідей шегелеп тапсырды. Өткен жылы жастар жылы болды, биыл мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміз биыл еріктілер жылы деп жариялады. Сондықтан біз еріктілер тобын ашып, қазір 1000-ға жуық қазақтың жастары оған қосылды. Қалада 51 мешіт бар. Бүкіл мешіттің жастарымен әр ауданда әр бағыт бойынша тапсырмалар беріп, Абай бабамыздың, енді қазақтың бағына біткен үлкен ұлы ақын ғой. Одан ол кісінің біздің Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас деген секілді діни көптеген өлеңдері бар. Сол кісінің өлеңдерін мешітке келуші жастардың санасына, жастайынан санасына сіңіріп, жадына жаттатып, өсіріп өндірейік деген мақсатта Абай оқулықтарын оқу басталып кетті. Қазір жақсы жастардың арасында Абай жолын оқып бітірген, Абайдың жаңа 23-24 өлеңі бар екен, имандылар жаны, солардың бәрін жатқа айтқандарға үлкен-үлкен кіші қажылыққа жіберу, сосын барып үлкен-үлкен жаңа қымбат-қымбат жай намаз, картинка сияқты балаға мектепке қажетті жаңа костюм шалбар, ақ көйлек деген сияқты сондай үлкен-үлкен жүлделерді ұйымдастырып, енді әрине сол елдің берген жаңағы көмегіменен сөйтіп жасап жатырмыз. Сосын шыңға шығып шыңдал деп бүкіл қазір енді білесіз, көбі компьютерде отырады, сотка шұқылайды, машинада отырады, пробкада жүреді деген сияқты. Солардың барлығын мынау біз енді үлкен Алатаудың бөктерінде тұратын бір бақыттылардың біріміз деп ойлаймын. Сол Шымбұлаққа, мына Көкжайлауға шығып, шыңға шығып шыңдал деп осы 100-ге жуық жастардың басын құрап, сол жаққа апарып бір түскі тамақты бірге жеп, солармен сол жерде имандасып, бірге намаз оқып, бірге үлкен жаңағы көптеген біраз шетел ел көрген, ел басқарған үлкен-үлкен қазіргі мына зейнеткер болып жүрген ақсақалдарды алып шығып, олардың әңгімесін тыңдатқызып жастарға сөйтіп өсіруге тырысып жатырмыз. Одан қалса аптада бір күн мына Тұяқ апа сияқты қазір жетім балаларды бауырына басып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, сендер жетімдерге қарайласыңдар, көмектесіңдер. Кім жетімге жәрдемдессе, ертең менімен бірге осындай жақындықта болады деп қиямет қайымда солай көрсеткен екен. Сол сияқты пайғамбарымызға жақын болайық деген мақсатта жетімнің басын сипап, жалпы өзі қазақ халқы жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған ел ғой. Жетімдерге барамыз десек,
жастардың бәрі мен барайыншы деп топырлап келіп сондай бір өз жақсы еркілерімен келеді. әркім еріктілер тобы құралған, солармен өз еріктерімен барды. Одан кейін аптада бір күн жаңағы шынықсаң шымыр боласың деп доп тебу, атқа міну, суға жүзуді үйретуге тырысып бағып жүрміз. Жетім балаларға үйретесіздер ғой? Жоқ, жалпы жаңағы еріктілер жастарға. Сосын біздің Алматы әкімдігіне қоғамдық даму басқармасының сол жердегі басшыларға Алла разы болсын, біздің мешіттің жастарында елеп ескеріп, жасты имамдардың арасында үлкен спартакия өткізді. Одан жастардың арасында жаңағы волейбол, баскетбол, футбол сынды спорттан сондай үлкен шаралар ұйымдастырды. Енді биыл тағы да сондай ұйымдастырамыз деген ниеттер болып жатыр. Біз ол кісілерге әрқашан дайынбыз деп. Сондай жастардың арасында шара, одан кейін қайырымдылық жағынан Алла разы болсын жәрмеңкесін ұйымдастырып, жаңағы ДЦП болып ауыратын балаларға, жағдайы төмен отбасыларға көптеген кәдімгі 1000 балаға мектепке сумка, жаңағы мектеп формасы, одан қалса қасиетті ораза айында, қасиетті құрбан айттарда осы жаңағы жалындаған жастардың несімен осы Алматы қаласының бас имамы Еркінбек Қари Керімбекұлы көптеген шараларды ұйымдастырып, осылай жастарға білім алсын. Жаңағы 1000 отбасына имандылық барса, жаңағыдай деп сумкалар таратып, жастардың арасында өзіміздің қасиетті кітабымыздағы Құранды жаттауды үйретіп шара болып жатыр. Соның үстіне тағы да бір айта кететін жағдай, біздің осы муфтиятымыздың қолдауыменен, ұйымдастыруыменен осы Алматы қаласында үлкен іріктеу жаңағы сайысы өтеді. Одан кейін бүкіл республикалықтың осы жерде аламан бас бәйге болады, Құран жарысы болады. Сәуір айының 17-ші жұлдызы келіп, осында басталады, 18-і болады. Сосын 19-і Алатау дәстүрлі театрында жерде марапаттау кеші болады. Одан шығып, Құдай қаласа, ары қарай жалғасын табады. Алла жазса, бұл Құран жарыс көбінде сол жастардың арасында өтеді. Жастар каналы болғаннан кейін жастарға бір айта кетейін дегенім, бұл біздің елдегі ең үлкен жастар арасындағы қуаныш десек болады. Бұны тіпті жоғарыдағы үлкен басшыларымыздың бәрі көріп, қуанып, мынау деген керемет нәрсе ғой. 1000 бала қатысады. 1000 қари, ойлаңыз. Бүкіл республикадан жиналады. Бүкіл республика, әр облыс өзінде жарыс өткізеді. Содан жүлдені алғанда, бас жүлдені 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші орындар иеленгенде Алматыға келеді. Алматыда тағы да орталық мешітте жарысы өтіп, сол жерде жаңағы бас жүлделі болғандар ары қарай не алады. Яғни сондай көптеген бұл жерде ол ертең қай саланың маманы болса да, бірақ Құран жаттаған жүрегінде сондай бір керемет қари болып тұрса қандай тамаша. Ол ертең жаман жолға түсіп кетеді деп біз уайымданбаймыз. Күмәнданбаймыз. Сондықтан біздің қазір бас муфтиіміздің, осы дін басымыздың, сол кісінің маңайына шоғырланған бүкіл ұстаздар, ғұламалар, қарилар, наиб имам, азаншы деген сияқты барлығы кәдімгі отан сүйгіштікте, ұлт жандылыққа, елім, жерім, қайтсем мен қазағыма, халқыма, еліме пайдамды тигізем деген сондай бір керемет жастар тәрбиеленіп келе жатыр. Жаңа айттым ғой, мысалы, жұма намазда жоқ дегенде 2000-3000 адам келеді. Көшеге шейін шығып кетеді ғой дәрмештің алдына. Сол жамағаттың басым көпшілігі сол имамның уағызын үйіп тыңдап, қазір барынша сол өзіміздің Абу Ханифа мазхабы бойынша дін мен дәстүріміз сабақтастырып отырып, жатағыма кетіп қалмаудың бүкіл жолын қарастырып, жатағыма кеткендерді күніге қазір жеке сөйлесіп, оларға түсіндіріп, айтып, осындай жақсы бір немен Құдай қаласа кетіп бара жатыр. Енді Алла Тағала ұзағынан сүйіндірсін. Біз кеше азанды ақырын айтып, жаназаны жасырын шығарған сондай бір қиын қыстау заманнан өттік. Оны Алла Тағала басымызға қайттан салмасын. Жалпы қазақ кешегі ашаршылығы болсын, кешегі соғыстан кейінгі сұрапыл жылдар, соғыс жылдары, одан кейінгі үлкен кәдімгі нәубет жылдар, кризис дейді, сондай бір тоқырау кезеңдер бастан, оны сіздер де көрдіңіздер. Енді содан аман есен ел басқарған азаматтар біраз алып шықты. Оны енді біз бір жағынан қуанып, осы ары қарай осы жеткен жетістікті құлатып алмай, сындырып алмай, жастар өз арасында ауызбіршілікті, ынтымақты, бірлікті, татулықты сақтай отырып, бір қателескенді көрсе бірден барып оны айтып, түзетіп, елдер ішінде бүлік салмай,
фитна шығармай, барынша осы тыныштығымызды сақтай отырып, біз ары қарай дами берсек, біз өркендеген, үлкен дамыған, сондай өзінің демографиясы, саны көп, сапасы көп, мықты, иншалла, азаматтар тәлім, тәрбие алып, өсіп өніп, ары қарай қазақ жастары, оның ішінде қазақ қоғамының ішіндегі қазақ жастарының ары қарай мықтап кететініне біз кәміл сенеміз. Мысалы, қазақтың жері бай, бұл жерде мұнайы бар ма? Мұнайшылар шығару, құрылысшылар шығару, мықты дәрігер, мұғалім, имамдар, ұстаздар, ғұлама, ғалымдар, ақындар, данышпандар, сіз сияқты журналистер, иманды шығып жатса қандай тамаша. Сондықтан біз қазақ жастарының көбінде Алла Тағала Құран кәрімде айтады: "Иқра бисми раббикаллази халақ", жаратқан Раббыңның атымен оқы. Біз көбінде оқуға, білімге, ғылымға сарылмай, біз көп мәселені шеше алмаймыз. Бүкіл мәселенің шешімі бұл білім, ғылымда тұр. Менің бір дәрігер Бурахан Сағидан деген ағам айтып еді, 35-40 жасқа дейін адам еш нәрсе ақша табуды ойламай, өліп тауып ғылым бағу керек, ғылым оқу керек, білім алу керек. Сөйтіп бүкіл жаңағы өзіңнің мамандығына қатысты бүкіл кітапты оқып шығып, мықты маман болып, қазаққа пайдаңды тиіп, қоғамға сен өзде кірісіп, жаңағы қалыптасса, ел түзеледі. Ел түзелгеннен кейін көптеген мәселе шешіледі деп. Сондықтан бүгінгі жеткен жетістігіміз, кеше қала әкімі Сағынтаев Бақытжан мырзаның халықпен кездесуіне қатыстық. Сонда үлкен кәдімгі халыққа есеп берді. Сонда жаңа видеороликтен көріп отқан кезде, мысалы, біз Алматыға келген жылдар қандай еді, қазір қандай деңгейге дамытқаны бір жағынан қуанады. Қанша көшелер салынған, қанша жарықтар, газдар, университет, жаңағы медреселер, колледждер, одан қалса жаңағы университеттерімізге гранттар беріліп, қазақ жастары барлық ауылдан жиналып оқып, ары қарай дамуы бұрынға қарағанда әлде қайда жоғары деңгейге келе жатыр. Бұл қаламыздың сәулеті қаншалықты өзгерді. Осы жақында ғана орталық мешіттің бүкіл маңайын бәрін керемет қылып, сондай осы қала әкімдігі, Алла разы болсын, әдемілеп берді. Мысалы, бұның барлығы не? Бұның бәрі еліміздің тыныштығының, ынтымағымыздың, ауызбіршілігіміздің мықтылығының арқасында келе жатқан нәрсе. Сондықтан жаңағы бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, осылай ынтымақ, бірлігі жарасып, осылай еңбек етіп, осылай дамымасақ, біз жаңағы біріміздің басымызды, біріміздің көзімізді шығарып, қайтадан жаңағыдай бір нәрселерді Алла сақтасын, бүлік бізге жақсылық әкелмейді. Құранда Құдай айтады, бүлік шығару, фитна, ол үлкен жаңағы ауыр күнә деп. Сондықтан Алла ондайдан сақтасын, ел аман, жұрт тыныш болсын. Осындай елімізде керемет қазаққа, ұлтқа, мемлекетімізге пайдасы тиетін телеарналар көп болсын. Енді қазір біраз телеарнаны көріп жүр. Мысалы, қазір енді интернет дамыған заман, үйде бір қоссаңыз 100-ден аса канал бар. Оның ішінде жақсысы бар, жаманы бар. Мен айтамын, бұл интернет деген мусор сияқты деп. Ішінде бәрін табасың. Сондықтан Алла сақтасын, мына жасап отқан нәрселеріңіз ұзағынан болсын. Алла қуат берсін. Тағы да шын жүрегіммен құттықтаймын. Жақсы, мінекей құрметті көрермендер, бізге берген уақыт әп-сәтте сағын сияқты жылжып өте шықты. Ал енді көріп отырсыздар, біздің білімді жастардың бар екендігін бүгінгі мына Ермек қажының өзінің айтқан уағызының өзінен бірдей бір сұрақ қоюға да мүмкіншілік болмады. Қандай қара сөзбен де, Абай атамыздың өлеңімен де, және хадистан да барлығын келтіріп, Құраннан үзінді келтіріп, мен сіздерге бір жарты сағатта өзім демалып қалдым. Сондай керемет бір уағыз болды. Сізге де Алла разы болсын. Осындай біздің білімді жастарымыз Қазақстанда көп екендігін бұл мақтанышпен айтып отырып, хабарымызды тәмамдаймыз. Келесі жұмада кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah